Сәлем достар, қалайсыздар? Жақсы жаңалық. Балапандар Құдай қаласа сағат 1-5-6-ларға қарай Қызылорда қаласына келеді. Транзиттік бағыт болғаннан кейін ешқандай кедергісіз жетеді деді. Міне, Құдай қаласа ертең сағат сол 12-1-лерге қарай Шымкент қаласынан күтіп алып кетесіздер деді. Белгілі бір мекен-жай белгілейді деді, сол жерге барасыздар деді. Сол жерден балапандарыңызды бөліп алып кетесіздер деді. Міне осындай жаңалық қысқаша сіздерге айтып кеткім келді. Қазір мен брудерді жаңағыдай ешқандай ауа кірмейтіндей қылып, жылыстайтындай қылып дайындап жатырмын. Барлығын дайындап алыңыздар, қимылдаңыздар деп хабарласты. Осындай бір жақсы жаңалықтармен сіздермен бөліскім келді ағайын. Осындай қиын сәтте әйтеуір бір өзіміздің армандаған нәрсеміз жетіп жатыр. Өзім қуанып жатырмын. Міне, қалай келет барып алам, сол жерден сіздерге видеоға түсіріп бірден шығаратын боламын. Мүмкіншілікке қарай ағайын. Ал, рахмет ағайын, Құдай қаласа ертең видео күтіңіздер. Ресейдің Кучинкаларын көресіздер. Міне, Генофондтан келе жатқан Кучинкалар ағайын. Ал, рахмет сіздерге. Сәттілік.